Қайырлы күн достар. Осындай үй жағдайында оңай әрі тез жасалатын печенье жасағыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий баса кетіңіздер. Бізге бұл печеньеді жасау үшін жұмыртқа, разрехитель, сұйық май және қажетінше ұн қажет болады. Керегінше ұн қажет болады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды шағып аламыз. Сосын қант екеуін жақсылап вилкамен араластырамыз. Екеуін жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Араластырып болдық. Енді оның үстіне сұйық май құямыз. Енді керегенше ұнымызды және разрехителімізді салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспау үшін аздап майлап жүрсек те болады. Араласып жатырмыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Қатты болса, біздің печеньеміз шықпай қалады. Сол үшін ұнды аз-аздан салып, араластырып, егер сұйық болса, азырақ ұн қосуға болады, бірақ қатып қалмау керек. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді осыны дөңгелектеп табамызға салып 200 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, осындай дөңгелек қылып жасап алдым. Үстінен басып шығамыз да пешке жібереміз. Тез пісіп қалады. Балдарға, өздеріңізге шайға ішкенге өте керемет дәмді печенье. Үй жағдайында оңай әрі тез, бар жоғы 4 қана жұмыртқадан осындай дәмді печеньелер жасауға болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздің печеньеміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.